отырады? Қыз балдар қалай отырады? Жалпы мешітте кеп қалғаныңызбен қош келдіңіздер. Енді мешітте біздер не үйретеміз балаларға? Балаларға ең бірінші бізді жаратқан Аллах Тағаланы танытуға үйретеміз. Білеміз ба? Аллах Тағаланы білеміз ба? Иә. Барлығымызды, біздерді де, біздің ата-анамызды да, барлық жаратылысты жаратқан бір Алла бар. Оның елшісі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламды, оны үйретеміз. Жалпы біздің Әл-Фараби бабамыз танисыздар ма? Әл-Фараби? Сол кісінің мынандай сөзі бар екен. Тәрбиесіз берілген білім ол балаға келешекте өміріне апат алып келеді. Сол үшін ең бірінші білім алудан бірінші тәрбиелі болу керек бала. Түсінді ма? Тәрбиелі болу керек. Яғни үлкендерді сыйлау керек, кішілерге жанашырлықпен, ізеттікпен қарау керек болады. Мынандай кітапта мынандай бір қисса оқиға келеді. Енді сендердің аттарыңмен біреулер аты сәйкес келіп жатса, аяқ өтпесінде бір Али деген бала болды да. Али деген бала сабақ оқығысы келмейді. Сабақ оқығанын ұнатпайды. Анасы қанша оқы деп айтса да оқығысы келмейді. Кітапты жауып қойды, қарамайды. Сендер қатары бала болды. Бір күні көшеге шығып қыдырып ауылдың шетіне шықса, ауылдың шетінде бір үлкен өзен ағып жатыр. Өзен білеміз ба? Сол өзенге жақындаған кезде өзеннің алдында бір тақтайша ілініп тұр екен. Яғни өзеннен арғы бетке көпір арқылы өту керек. Сөйтіп, әлгі бала жаңағы көпірдегі, тақтайшадағы жазуға оқи алмайды ғой, оқуды білмейді, оқығанды ұнатпайды. Тақтайшадан өтіп бара жатқан кезде, тақтайша, яғни көпір, ағаш көпір сынып кетеді да, бала суға құлап кетеді. Сөйтсе, жаңағы тақтайшадан көпірдің алдындағы ілініп тұрған тақтайшада бұл көпір өтуге өте қауіпті. Жарамай шығып кеткен, яғни сынып кетуі мүмкін. Бұл жерден өтуге болмайды деген тыйым салынған тақтайша екен. Яғни ар жақта жаңадан салынған көпір бар. Сол арқылы айналып өт деп жазылған. Көрдіңдер ме оқудың пайдасы? Егер оқуды білмесеңдер, жаңағы бала сияқты көпірден құлап суға қатып кетулері мүмкін. Сол үшін жақсы оқу керек сабақ. Түсінді ма? Апайлардың айтқанын тыңдап, әдепті, тәртіпті оқушы